Қайырлы кеш, қадірлі көрермен қауым. Төрелік бағдарламасының бүгінгі шығарылымы жүргізушінің көлік құралын масаң күйде басқаруының заңнамаға сәйкес әсері мен жауапкершілігі тақырыбына арналмақ. Жасыратыны жоқ, көбінесе жол көлік апатының орын алуына жүргізушілердің қателіктері себеп болып жатады. Бұдан кейін оған көліктердегі түрлі техникалық ақаулар, жолдың нашарлығы, ауа райының қолайсыздығы, басқа да жанама факторлардың да әсер ететіні белгілі. Бірақ оның барлығы жауапкершіліктен жалтаруға себеп болмаса анық. Заң қатал, бірақ тәртіпсіз ел болмайтынын естен шығармаған жөн. Салынған тыйым қиын, бірақ ол алдымен әрбір азаматтың өз өміріне жанашырлықпен қараудан басталуы тиіс. Мемлекеттің басты байлығы адам. Сол себепті адам өліміне алып келетін қылмыстарға жаза қатаң болуы тиіс. Жыл басынан бері 513 көлік тізгіндеуші мас күйінде автокөлік жүргізген. Оның 18-і көлік жүргізу құқығынан айырылса да, темір тұлпарды қайта тізгіндеген. Осындай жүгенсіздермен күресті қалай күшейту қажет? Оларға қолданылатын жаза қандай? Көліктегі құқық бұзушылықтар елімізде қандай заңдармен реттелген? Мұндай келеңсіздіктер орын алған жағдайда қандай шара қолданылады? Төрелік бағдарламасы студиясының алаңында осы сауалдарға жауап бермекпіз. Бағдарламаның бүгінгі спикері Жақсы аудандық сотының судьясы Ринат Сақанов. Ринат Мерхатұлы, кеш жарық көліктегі құқық бұзушылықтарға қатысты қарастырылған жауапкершілікке келсек, 2020 жылдан бастап көлік құралдарын басқару құқығынан айыру мерзімі 3 жылдан ең азы 7 жылға ұлғайтылғанына, сонымен қатар 15 тәуліктен 30 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алу жазасы көзделгеніне қарамастан орын алып отыр. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйде басқаруы сол сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына бергендерге қатысты қандай жаза белгіленген? Кеш жарық, қадірлі төрелік бағдарламасының көрермендері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 68 бабының 1 бөлігіне сәйкес жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік және итқұмарлық масаң күйде басқаруы 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруға алып келеді. Ринат Мерхатұлы, әкімшілік қамаққа алуға жатпайтын санаттағы көлік жүргізушілеріне қатысты қолданылатын шара қандай? Бірінші әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 50 бабының 2 бөлігіне сәйкес жүкті әйелдерге және 14 жасқа дейін балалар мен әйелдерге, 18 жасқа толмаған адамдарға, бірінші және екінші топтардағы мүгедектер адамдарға, сондай-ақ 58 жастан асқан әйелдерге, 63 жастан асқан еркектерге және 14 жасқа толмаған балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге әкімшілік қамаққа алу қолдануға болмайды. Сол себептен 68 баптың 8 бөлігіне сәйкес, 50 бабының 2 бөлігінде сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер үшін 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Қазіргі уақытта жер-жерден көлік тасымалдап сату үрдісі көбейгенін білеміз. Бұл жерде де келеңсіздіктердің орын алатыны белгілі. Мысалы, көлік құралдарын өткізу бекеттерінде әскери полиция органы қызметкерлерінің талаптарын орындамай масаң күйін куәландырудан өтуден жалтарғандарға заң бойынша қандай жаза қолданылады? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 613 бабына сәйкес ішкі істер әскери полиция Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарының, қарулы күштерінің, Қазақстан Республикасының басқа әскерлері мен әскери құрамалардың көлік құралдарын басқаратын органдар қызметкерлерінің белгіленген тәртіпке сәйкес алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйінің куәландырудан өту туралы заңды талабын орындамау 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және 8 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруға алып келеді. Ринат Мерхатұлы, арагідік болса да кездесіп жататын фактор масаң күйдегі жүргізушіні көлік құралын басқаруға жіберу фактілерінің орын алатыны. Бұл жағдайда осындай келеңсіздіктерге жол бергендер қандай жауапқа тартылады? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 68 бабының 1 бөлігіне сәйкес көлік құралын алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беру 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алуға және 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айыруға алып келеді. Қылмыстық кодексте де мас күйінде көлік құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуына байланысты қолданылатын шаралар тағайындалған ғой. Олардың негізгісіне тоқталып кетсеңіз? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345 прим 1 бабының
бірінші бөлігіне сәйкес автомобильді, троллейбусты, трамвайды не басқа да механикалық көлік құралын басқаратын адамның алкогольдік есірткілік және ұтқұмарлық масан күйде жол жүрісі мен көлік құралдарын пайдалану қағидаларын абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы, орташа зиян келтіру алып келген бұзуы, белгілі бір лауазымдағы атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 10 жыл мерзімге айыра отырып, 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерінде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 400 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 1 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Ішімдік ішіп алып көлік жүргізудің дерегі де өңірде азаймай отыр. Оны жаңа өзіміз әңгімеміздің басында айтып кеттік. Жыл басынан бері 513 жүргізуші мас күйінде көлік тізгіндесе, 18 азамат бұл әрекетін екінші рет қайталаған екен. Оларға қандай жаза тағайындалады? Қылмыстық кодекстің 346 бабының бірінші бөлігіне сәйкес көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және масан күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, не көлік құралын басқаруды осындай адамға беру, сол сияқты осындай адамның көлік құралын басқаруына лауазымды адамның немесе көлік құрал меншік иесінің не иеленушісіне жол беруі, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойы айыра отырып 5000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшердегі түзеу жұмыстарына, не 1200 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, немесе 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Жол көлік оқиғасы болған жерден ізін жасырғысы келетіндердің де қатары көп екені шындық. Көлік жүргізу құқығынан айырылған адамның рульге отыруына да жол беріліп жатады. Бұл мәселе заңмен қаншалықты реттеледі? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінің 612 бабының 3 бөлігіне сәйкес көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушінің көлік құралын басқаруы 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, не 10 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. Адамның денсаулығына ауыр және орташа ауырлықта зиян келтіргендерге қылмыстық жауапкершіліктің қандай түрі қарастырылған? Осы ретте көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізушінің жауапкершілігіне тоқтала кетсеңіз. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 346 бабының біріншінде бөлігінде көзделген абайсызда адамның денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтіруге алып келген дәл осы іс-әрекеттер белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыруға отырып 5 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Және осы баптың 4-ші бөлігінде көзделгендей абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян келтіруге алып келген іс-әрекеттер белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойы айыра отырып 6 жылдан 8 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Тағы бір факторды айтқым келіп отыр. Ішімдік ішкені өз алдына жол көлік оқиғасы орын алған жерден ізін суытып, қылмысын жасыратындарға қатысты қолданылатын жаза қандай? Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 612 бабының 2 бөлігіне сәйкес жүргізушінің жол жүрісі қағидаларын бұзып, өзі қатысушы болып табылған жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалуы, 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға, не 1 жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айыруға алып келеді. Ескертетін жай болса, зардап шегушіге медициналық көмек көрсетуге байланысты жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалған адам осы бап бойынша жауаптылықтан босатылады. Қытайда мас күйінде апатқа түсіп, адам өлтірген жүргізуші өлім жазасына кесіледі екен. Жапонияда заң бұдан да қатал. Онда көлікке мас күйінде отырған жүргізушімен бірге жанында отырған жолаушылар да жазаға тартылады. Жолаушыларға 3000 ақш доллары шамасында айыппұл салынады екен. Еуропа елдерінде мас күйінде ұсталған азаматтар айыппұл төлейді. Әр елде әртүрлі. Белгілі бір лауазым иесі көлігін масан күйдегі адамға немесе жүргізушілік құқығынан айырылған адамға тізгіндеуге берген үшін заң шеңберінде қандай жаза қарастырылған? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 619 бабының сәйкес көлік құралдардың техникалық жағдайына және пайдалануына жауапты адамның алкогольдік, есірткілік және уытқұмарлық масан күйдегі жүргізуші көлік құралын басқаруына жіберу, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 40, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 50, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 60 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Ринат Мирхатұлы бүгін хабарымызға қатысып, масан күйде көлік басқарғандардың заңнамаға сәйкес әсері мен жауапкершілігі жайында жан-жақты түсіндіріп бердіңіз. Мас күйінде көлік тізгіндеу қасақана жасалған қылмыспен тең. Өзінің өмірімен қоса өзгенің денсаулығына қауіп төндіреді. Адамның өмірі ешқандай айыппұлмен өлшенбейді. Сондықтан да қауіпсіздік шараларын сақтап қашанда заңға бағынған абзал. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік хабарының бүгінгі шығарылымы аяқталды. Эфирде амандықпен жүздесейік.